Қостанай облысы, Рудный қаласы әкімдігінің Бейімбет Майлин атындағы нөмірі 7 мектеп гимназиясы 2011 жылы 100 мектеп, 100 аурухана бағдарламасы бойынша бой көтергеніне бүгінде 10 жылдай уақыт өтіп, көш бастаған табысты мектептер қатарында. Қазірде мектеп гимназиямыздың басқа мектептерден өзгешеліктер де бар. Солардың бірі әр дүйсенбі мен сейсенбі күндері бірінші сабақтан кейін өз нақышында қара жорға ұлттық биін билеуі және сәрсенбі мен бейсенбі күндері 15 минуттық уақыттарын әдеби кітап оқуға арнаулары. Мектебіміздегі өз кәсібін жете меңгерген кемел ұстаздарымызбен терең білімді бойларына дарта білген дарынды оқушыларымыздың арқасында биік жетістіктерді бағындыра жүріп, 2016 жылы мектебіміз үздік деп танылып, мектеп-гимназия мәртебесіне ие болды. Шығармашылықпен жұмыс жасай білетін, кәсіби шеберлігі жоғары ұстаздарымыз сапалы білім беруде, сандық және инновациялық технологиялар қорын жетік қолданып жүр. Сондай-ақ заман талабына сай информатика, биология, химия және физика секілді пәндерді 3 тілде жүргізеді. Әр баланың бағдарына айналып жүрген, жаңашылдыққа жандары құмар, ерекше шәкірт жанды ұлағатты ұстаздарымыздың елеулі еңбектерінің нәтижесі жыл сайынғы ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары нәтиже көрсетуде. Білім ошағында жүрген әр баланың бос уақытын тиімді ұйымдастыра білу әр мектептің міндеті. Біздің мектеп гимназиямыз ұмыт болып бара жатқан ұлттық құндылықтарды келешек ұрпаққа дәріптеу мақсатында қазандоп, хан талапай сияқты ұлттық ойындарды қайта жаңғыртып, білім алушылардың қызығушылықтарын арттыруда. Сонымен қатар, әр білім алушының жеке қызығушылықтарын ескере отырып, мектебімізде волейбол, баскетбол, үстел теннисі, қазақша күрес және тағы басқа спорттық секциялар өткізіледі. Білім алушылардың болашақта табысқа жетуіне жетелейтін, ойлау қабілеттерін шыңдай түсетін, шығармашылық қабілеттерін арттыратын, құмдағы бейнелер мен қол моторикаларын дамытатын шебер қолдар, қыл қалам секілді үйірмелер де қарқынды жұмыс жасайды. Ұлттық дәстүрімізді насихаттайтын ән күйлерді үйрету үшін арнайы қазына музыкалық аспаптық ансамблі жұмыс жасайды. Мектеп гимназиямызда арнайы заманауи құрылғылармен жабдықталған экологиялық бағыттағы жұмыстарды атқарып, экотанымдық сабақтар өткізілетін экоша кабинеті жұмыс жасайды. Бұл білім алушылардың экологиялық сауаттылығын арттырып, экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. 2019 жылы өлкеміздің танымал тұлғаларының бірі қылқалам шебері Бейімбет Майлиннің 125 жылдық мерейтойына орай мектеп гимназиямыз би ағаның атын алып, білім ошағының төрінен өлкетану мұражайы орын тепті. Аталмыш мұражайда би ағамызға арналған бұрыш қаланып, өлкеміздің тарихи тұнған қор көздермен қамтылған. 2017 жылдан бастап инновация мектептер арасында көш бастап жүрген мектеп гимназиямыз алдағы уақытта да өз қанжығасын тек жүлделі орындар мен бағалы сыйлықтарға толтырып, республикалық, халықаралық деңгейлерден де көрінері анық. Әрине, бұл тек өз ісіне берілген, жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкірттерінің жанына нұр құйып, өмірге өзі де бақытты болып, өзгелерді де бақытқа жеткізем деп жүретін ұстаздар ұжымының еңбегінің нәтижесінде ғана іске асары сөзсіз. Біз өз ұжымымызбен және өз оқушыларымызды мақтан тұтамыз.